Шалқан ертегісі. Шығарған Малик Артур мен Мұса Абылай. Баяғыда бір шал өзінің үйінің қасына шалқан егіп, оған күн сайын су құйып жүріпті. Сосын бірнеше жылдан кейін ол шалқан үйдің бойымен бірдей болып өсіпті. Шал оны алайын деп суырып алу керек деп ар тартады, бер тартады, бірақ шығара алмайды. Сосын ол өзінің кемпірін шақырады. Кемпір, бері кел, сен маған көмегің керек. Ау шалай, қандай көмек керек? Мына шалқанды тартуымыз керек, көмектес маған. Жарайды. Сөйтіп екеуі бірігіп шалқанды ар тартады, бер тартады, ар тартады. Сонда да күші келмейді. Потом кемпірі өзінің қызын шақырады. Қызым ау, келе ғой, көмектесе ғой бізге. Жарайды апа. Үшеуі ар тартады, бер тартады, ар тартады, бер тартады. Бірақ күштері келмейді. Сосын қызы артына қарап, күшігім, бері келші деп күшігін шақырады. Сосын төртеуі ар тартады, бер тартады, ар тартады, бер тартады. Сонда да күштері жетпейді. Сосын күшігін артынан, сосын қызы өзінің күшігін шақырады. Күшігім, бері келші деп шақырады. Күшігі келеді. Төртеуі бірігіп ар тартады, бер тартады, ар тартады, бер тартады. Сонда да күштері келмейді. Сосын күшігінің артынан мысығы келеді. Бәрі бірігіп ар тартады, бер тартады, ар тартады, бер тартады. Күштері келмейді. Соңында ешкімнің күші келмегеннен кейін олар бірігіп тышқан шақырады. Сосын олар бәрі өздерінің күштерін қосып ар тартады, бер тартады, ар тартады, бер тартады. Сосын бір тартқанмен шалқанды жұлып жібереді. Ертегі бітті.